Бектанов айтады, жұмыс істемейтін адамдарды асырауға міндетті емеспіз дейді. Есеп бастарда бұлар. Негізі осы есепке басы қатты жұмыс жасайтын адамдарды есеп бас деп айтады негізі. Есеп бас кімді асырап жатыр екен? 35 жылдан бері ұрғары өкіметті халық емес пе асырап келе жатқан? Қандай халықты асырап жатсыңдар сендер? Өкіметті отырып алып жекеменшік жасап алдыңдар ма? Халыққа қызметшісіңдер сендер. Өздерінше біз асырауға міндетті емес, өкіметті жекеменшік қылып алдыңдар ма? Халық емес пе асырап келе жатқан? Штраф десе штрафын төлеп жатырмыз. Қайт етсе штраф қазір. Налог десе налогын төлеп жатырмыз. НДС тағы бір бәле төлеп жатырмыз бәрін. 300 мың айлық алсақ, оның 100 мыңын жаңағы пенсионный, подоходный, социальный тағы бір бәле оған беріп жатырмыз. Кімді асырап жатыр екен? Халықты асырап тегін үй беріп жатсыңдар ма? Жұмыспен қамтып жатсыңдар ма? Аймай шотымызға ақша салып жатсыңдар ма? Не істеп жатсыңдар асырап? Біз емес пе сіздерді асырап жатқан? Кетіңдер орындарыңнан. Ағайындар бәрін қолдарында телефон. Бектановтың осы сөзі үшін бойкот кетсін орнынан. Керегі жоқ ондай бізге. Жетіспеуден шаршады жұмыр басым, өмірдің сүргін келет деп нұсқасын. Бірақ қалтаңда бір тиын ақшаң жоқ, күніге әйтеуір шешес жұмыстасың. Бірнеше бейне жазбаны көрдім. Мұна Өзбекәлі Жәнібеков туралы қойылымды. Халық деген жылап шығып жатыр ғой. Кинотеатрлардан бірнеше мен толық көргім жоқпын. Үздік немелерін көрдім. Сонда халық шын көлімен түрегеліп қолпаштап, еркегі де жылап жатыр, жасы да, әйелі де, үлкені де барлығы жылап қарап отыр ғой. Кәдімгідей беріліп. Сонда айтамын, мына Өзбекәлі Жәнібеков деген не деген бақытты жан адам. Халқына шын жүрегімен қызмет етіп кетті, қадірлеп, оны анау Арыстан баптың жанына қойды. Қазірге дейін жақсы көреді, әлі де еске алып жатыр, көздеріне жас алып естерін алып жатыр. Не деген құрмет, әлі де құрмет дейді. Болашақта мектеп оқулықтарына кіреді ол кісі. Еңбегі бар, халық еңбектің бағалап жатыр. Сонда маған мынандай бір ой келіп тұр. Қазір біздің замандастардың арасында қанша сол кім сияқты министр болған, Өзбекәлі Жәнібеков сияқты қанша министрлер бар, қанша билікте адамдар отыр, қанша депутаттар бар, одан да жоғары мәнсапты адамдар отыр. Соны ойланып көрдім, солардың арасында халықтың құрметіне тұратындай, құрметіне сай азамат бар ма жоқ екен деп. Енді қазір әлеуметтік желі бар, бәрін танисың ғой, күнделікті көресің. Білмеймін, іліп алатындай халық үшін шын жүрегімен қызмет еткен адамды мен байқамадым, етіп жүрген адамды. Болашақта осындай Өзбекәлі Жәнібеков сияқты халық жақсы көріп еске сақтайтындай бір адамды есіме түсіре алмадым. Бана керісінше ұрлап жатыр, бюджеттің ақшасын жеп жатыр, тонап жатыр, халықты ұсталып та жатыр, сотталып та жатыр. Сонда да оның бірімен бірі жарысып. Өзбекәлі Жәнібеков кетті. Артында істеген жақсы істері қалды. Айтқан жақсы сөздері қалды. Халқым деді, салт дәстүрді бәрін қорғаштады, тілімізді қорғаштады. Оны шын жүрегімен істеді. Ал біздегілер анда-санда бір сөз айтып қойғаны болмаса, шын жүрегімен халыққа қызмет етейін деп отырған жоқ қой адамдар. Жалғыз ғана кім? Қазыбек Иса, сен тағы да бір депутат бар, атын ұмытып тұрмын. Солар шын көңілдерімен кірісіп жүргендер көрініп тұр. Бірақ жігердерін құм қып жүрген қасындағылар ақшасын, еңбек ақыларын алып, жылы креслода отырып, тілге көп кіріспей, ерте ғой қазақ тілінде болашақта болады ғой деп қойып, бізге тыныштық керек, бізге бейбітшілік керек деп тілдің жойылып бара жатқанын көріп отырса да, мына өзінің креслосының қимай қатты сөйлеуге қорқып жүрген, өзінің көлеңкесінен қорқып жүрген чиновниктер. Олар ертең өледі, қалады, халық оларды еске де алмайды. Олардың артында сол мәшіні қалады, қымбат үйі қалады. Оның бәрі боқсасып қалады, ол боқ дүние ғой. Оны халық бір жылдан кейін бәрі ұмытады, туыстары да ұмытып кететін шығар.
Ал мына Өзбекәлі Жәнібек сияқты азаматтар ешқашан ұмытылмайды. Міне жаңағы кім Қазыбек Иса мүмкін сол кісінің халық еске сақтайды. Қанша шырылдады, ылғи орыс тілді адамдардың арасында отырып алып, қазақ тілі үшін қанша шайқасты, бірақ қолынан келмеді. Бірақ халық көрді жұмыс істегенін, сол үшін халық құрметтейді. Әйтпесе қасындағы бір 10 шақты қазақ тілдері бар. Олар да тиіп қашып, сонда қатты кірісіп жүрген жоқ. Халық бәрін көріп отыр ғой, бәрін көріп отыр. Оларды ойламай ма екен, ертең өлеміз, қаламыз, бір артымызда бір іс қалдырайық. Өзбекәлі Жәнібек сияқты халық бізді де құрметтесін. Алланың алдына барсақ та, Алланың алдында дәрежеміз болады. Мына жерде халық сыйлап жатса, артымызда жақсы сөзіміз қалса екен деп ойламай ма екен осы кісілер. Бұларды енді ақымақ емес қой, енді жанындай должностқа отырғаннан кейін. Бірақ істеп жатқан істерінен, сөйлеген сөздерінен оны байқамай отырмын мен. Өкінішке орай. Мен айтам, мына әлеуметтік желіде жүр. Бір жігіттер наймандарды шақырып жатыр. Түркістанға жиналайық. Наймандар жиналыңдар деп. Бірақ мақсаттарын жазбаған. Мақсаттарын не деп сұраса, жазыпты. Пікірлесеміз, әңгімелесеміз, бірімізбен танысамыз деп. Мен найманмын. Бірақ мен ондай жиынға барғым келмейді, бармаймын. Неге? Өйткені бұдан немене пайда жиналғаннан? Егер де сіздер жиналып жатсаңыздар, жиналайық деп, мына бүкіл қазақ азаматтарынан білімді, зиялы адамдарды жиналып жатсаңыздар, мен оны түсінем. Жиналып жатсаңыздар, біздің мақсатымыз жиналғандағы мынандай жағдай, мына тіліміз құрып бара жатыр, соны не істейміз? Мына солтүстік жақта қазақ мектептері мүлдем аз, балалар бармай жатыр, мәңгүрттеніп жатыр, оның ата-аналары қазақ тіліне қарсы шығып жатыр, орыс мектептерін ашып бер деп жатыр деп. Соны бір шешу керек. Одан кейін мына қазақтың қыздарын бәрі Қытайға, Индияға тұрмысқа шығып кетіп жатыр. Оған рұқсат бермеу керек. Қажетті заңдар шығару керек. Мына жерімізде жан жаққа кететін түрі бар. Сол мәселені шешуіміз керек деп ұлттық құндылықтар айтып жатса, адамзат керек нәрселерді айтып жатса, сол үшін жиналайық десе, онда халық түсінеді, қолдайды. Ал бет албат жиналғаннан немене пайда? Одан кейін неге наймандар ғана? Әбден бөлініп құрдық емес, ертең онда арғындар бөлек жиналсын, дулат ру бөлек жиналсын, сөйтіп шатып жүрек, әр сайда бір рулар жиналып. Осы ру деген құрт емес пе қазақты? Қадір айтып отырмын ғой, біз неменеге бөлмейміз? Тәңіршіл болып бөлінеміз, мұсылман болып бөлінеміз, ру болып бөлінеміз, жүз болып бөлінеміз. Бөлініп, ақыры әбден қадіріміз кетті ғой басқа ұлттарда алдында. Олар қазір бізді сыйламайды. Ойларына келген айтады қазақ туралы. Неге? Мәңгүрт болып, орыс тілді болып, қазақ тілді болып тағы да бөлініп жатырмыз. Осы бірлік жоқтықтан басымызға балықтағы биттер шығып жатыр ғой. Аузына келген айтып жатыр. Кешегі Рудныйда естіңіздер ғой, әйелі не айтқаның? Қазақтың балаларын қорлап. Одан кейін кәріс әйел Талғардағы неше түрлі сөзбен қорлады. Қазақтарды да, оралмандарды да, предательдар, сатқындар деп, идиоттар, придурки деп. Олар үйде айта алмайтын еді, бізде бірлік болса. Өкінішке орай бірлік жоқ, олар оны біліп отыр. Қазақтар 40-қа бөлінгенін. Содан кейін бәрі бізді басынып жатыр. Олай жай тойлатып, жиналғаннан ешқандай пайда жоқ. Тойлатып жатырмыз ғой. Тойлатып ақыры бәрінен айырылып біттік қой өзі. Бөлінмеу керек, руға бөлінмеу керек. Ешқандай пайдасы жоқ руға бөлінгеннен. Біл руың кім екенің, бірақ бөлінбе.